Егер перзенттеріңіз жақсы адам болып өсуін қаласаңыз, онда оларға қазіргіден 2 есе көп уақыт және қазіргіден 2 есе аз ақша жұмсаңыз. Ешқашан қателеспеген адам, ешқандай жаңа нәрсені істеуге әрекет етпеген адам. Өз армандарыңыз орындалуы үшін әрекет етіңіз. Әйтпегенде өзгелердің арманын орындау үшін жалданасыз. Бақытқа жеткізетін бір есік жабылса, екіншісі ашылады. Бірақ біз жабылатын есікке қарай беретініміз соншалық, ашығына да мән бермейміз. Адам ойында жүрген барлық армандарын қолға кіргізуге қабілетті. Өміріңіздің 10% сізбен болып жатқан жағдайларға, ал 90% сіздің бұл жағдайға деген көзқарасыңызға байланысты. Мақсатыңыздың анықтығы барша жеңістеріңіздің негізгі бастамасы. Бізде 2 жол бар. Бірі жай ғана өмір сүру, екіншісі өз өмірімізбен тағдырымыздың иесі болу. Егер құрғақты тәрк ете алмасаң, ешқашан жоғарыны бағындыра алмайсың. Қолыңнан келетініне сенсең, мәреге жеттім дей бер. 3 нәрсе ешқашан қайтып келмейді: уақыт, сөз, мүмкіндік. Сол үшін уақытты босқа өткізбеңіз, сөзді абайлап сөйлеңіз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. 7 мәрте жығылсаң, 8 мәрте орныңнан тұр. Әзілдескенімде ақиқатты айтам. Ақиқат дүниедегі ең күлкілі нәрсе. Басқаларға қаншалықты көп жәрдем берсеңіз, өзіңізге де соншалықты жәрдем етіп жатырсыз. Ұлы қолбасшы Әмір Темір қолына қылыш ұстаған сылтау іздемейді, депті өз заманында. Қылыш өткір болса да, өз сабын кеспейді. Егер де мен адамдар қалаған нәрсені істегенімде, олар әлі де ат арбада жүрген болар еді. Басқалар көрмейтін мүмкіндікті көре білу жетістіктің универсал кілті. Тарихтан алуға болатын бірден бір сабақ, сол адамдар ешқашан тарихтан сабақ алмайды да. Бастау істің жартысын бітіргенмен тең. Жақсылықтың ең пайдалысы садақа беру. Өткеніңе салауат айт, сонда ол қазіргі күніңе зиян келтірмейді. Дертіңді төккің келсе, ыдыстың тесік еместігіне көз жеткіз. Жүрегіңе тыныштық болуы үшін 3 нәрсе жетіп жатыр. Еш нәрсеге арызданбау, біреуді айыптамау және өзіңді ақтамау. Араб даналығында жақсылық жасаған адамдардан сақ бол деп айтылған. Бос кәлләнің тілі ұзын. Менің ең үлкен дұшпаным бұл өзім. Тәніңнен гөрі рухың бақуатты болсын. Сөзіңде амалың да әділетті болсын. Қылмыс пен азап ұрықтарын еккен кісі бақыт пен махаббат жемістерін көрмейді. Адам теңіз секілді. Үстіңгі жағы белгілі, ал теңіздің астында нелер сақталады? Ішінде қандай сезім болып жатыр, ешкім білмейді. Жай ғана дыбыссыз аға береді. Өмір ұйқы, өлімнен бұрын оянар адам. Сен жылдам өлімнен бұрын оян. Сұрасақ та бермеді деме, сұрауды білмедің, ең болмаса жалған сөйлеме. Бақытты күндер саған келмейді, сен оған өзің баруың керек. Ақыл қой, нәпсі бөрі, ал иман шопан. Егер де иман күшті болмаса, нәпсі ақылынан адасады. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.